Ассалаумағалейкум мұсылмандарым. Соңғы кезде мына әмин деген сөз керемет проблема болып кетті мына мұсылмандардың арасында. Осы әмин деп айттың деп мына надан білімсіз дүмші имамдар мұсылмандар сотқа беріп жатыр. Бұл сотқа бергеннен бұрын ақмақтығы, надандықтары сонша намазды тоқтатып қойып разборка жасап жатыр. Қазір осы менің лекциямның аяғында көресіздер, имам намазды тоқтатып қойып, әмин деген ваххабиттерменен қалай разборка жасап жатқан. Әмин деп айту сүннет болып табылады. Ал енді біздің имамдар былай дейді: бізге сүннет емес, өзіміздің масқалымыздың, өзіміздің дүмші ғалымдардың айтқаны бізге маңыздырақ. Сондықтан біз әмин деп айтпаймыз. Сондықтан да сендер де әмин деп айтпаңдар дейді. Ал енді бұлардың екі жүздіктерін бұлай байқауға болады. Өздері умра қажылық жасаған кезде ваххабит имамдардың артында тұрып, олар әмин деген кезде өздері де әмин деген мен талай рет байқадым. Сондықтан да бұл екі жүзді біздің имамдарға сенбеңіздер. Егер де имам негізі әмин деп айтпа десе, айтпау керек. Өйткені бұлардың ақыл естері, милары адамдарға түсіндіріп айтуға жетпейді. Сондықтан да егер шындықты іздесеңіздер, тура жолмен жүргізеріңіз келсе, менің islam.kz деген сайтыма кіріңіздер. Ютубта менің Мейрам Мейірханов деген каналым бар, сонда кіріңіздер. Ал енді әмин туралы мен айта кетейін өзімнің білгенімді, Аллахтың ризашылығы үшін. Мысалы, кез келген адам, кім болмасын, шиит болсын, ваххабит болсын, ханафит, салафит болсын, бәрібір имамын жұма намазына немесе коллективный намазға келген кезде намаздың алдында ниет білдіреді. О, жаратушы жасаған ием, сенің ризашылығың үшін жұма намазын оқиын деп имамға ұйыдым дейді. Осы ұйыдым деген сөз, имам не айтса, не істесе, соған бағанып соны істеу керек. Егер имам әмин деп айтпаса, әмин деп айтуға болмайды. Өйткені сен әмин деп айтсаң, имамға қарсы шықты деген сөз. Сондықтан да намазың қабыл болмай қалуы да мүмкін. Байқаңыздар, бауырларым. Біздің көбінесе мына бәрі ханафитпіз, салафитпіз деп жүргендердің бәрі де білімдері таяз. Имамдардың, мүфтилердің білімдері таяз, бәрі дүмші молда. Осыны түсіндіріп айтуға ақыл естері жетпейді, білімдері жетпейді. Сондықтан да жаңағыдай қайталап айтам, егер имам әмин деп айтса, әмин деп айту керек. Егер имам әмин деп айтпаса, онда айтпау керек. Имам айтады, намаздың алдында түсіндіріп айту керек. Осылай біздің ханафит мазхабымыз бойынша имамда әмин деп айтуға болмайды деп айту керек. Егер біреу әмин деп айтып қойса, онда Аллах өзі судья, өзі жазасын бере жатар ондай адамдарға, бағынбаған адамдарға. Енді сол үшін намазды тоқтатып қойып, разборка жасау деген ол өте масқаралық, Аллахтың намазына қарсы шығу деген сөз. Сондықтан да имамдар, сектанттар, бәрін айтарым, әминді байқаңдар, айтсам айтыңдар, айтпаса іштеріңнен айтыңдар. Алла тағала бәрін естиді, сендердің іштеріңден айт, сыртыңнан айт, бәрін естиді Алла тағала. Айтпасаң да ішіңдегі ойыңды бәрін біледі Алла тағала. Сондықтан да сақ болыңыздар, байқаңыздар.